Ал балалар, мына қолдарындағы кубоктарың, медальдар, Астана Open, Райымбек Батыр дегендей. Так, Айдынның бірінші орны. Шалқардың. Бірінші орны. Ал балалар, осы медальдардың неден салған білесіңдер ма? Білеміз. Айдын айтшы, неден салған? Бұлар темірден жасалған. Бағдар сен? Бағалы металдардан жасалған. Бұл алтын күмістен жасалған деп ойлаймын. Так, ойларың бәрі дұрыс. Дұрыс. Ертең мысалы ол үлкен жарыстарға байланысты олимпиадалық, әлемдік жарыстарда дұрыс медальдар алтын, күміс, бағалы металдардан жасалады. Ол рас. Бірақ оның ар жағында әр медальда өздерінің маңдай терлері жатыр. Мына қолдарында кубоктерінде, міне кубок, мына қаншама медаль. Жаңа өлшеп көрді салмаған, 4,5 килограмм екен общий салмақ. Осының бәрі сендердің маңдай тері, күнделікті маңдай терлерің әр жаттығудағы, әрбір күнде барып жүрген жаттығудан бөлек алған травмаларың, жарақаттарың бар. Тренерден еститін айқайларың бар. Соның барлығы әр жеңісте алатын істердің көгергендері бар. Соның барлығының еңбегі маңдай тердің арқасы. Бұл әр медальдің ішінде сендердің маңдай терлерің жатыр. Соны ұмытпаңдар балалар. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Алға Қазақстан!